адамдардың құралдарының бәрі тастан болған. Сондықтан олар тас ғасырында өмір сүрген деп айтылады, иә. Бұл таспенен не істеген олар? Аң аулаған. Үлкен алып, аңдарды, зілдерді, зілден болды. Оларды қалай аулады олар? Олар бір адам аулай алмайды, екі адам аулай алмайды. Олар тобырменен, тайпасыменен не қылды? Үңгірлер қазып, үңгірдің бетін шөппен жасырып жауып, сол үңгірге қарай қалмалар жаңағы үлкен аңды қуалап, сол үңгірге түсіріп, содан барып соны аулап, ұстап жеген екен. Алып жануарлардың тістері, сүйектері, омыртқалары, алып жануарлар. Аң аулаған ежелгі адамдардың құралдары. Міне шапқы мына жерде екінші суретте тұр. Міне бұл тас ғасырындағы біздің ежелгі адамдарымыздың қолданған құрал саймандары. Олар аңды сол таспен атып аулап жеген адамдар. Аң аулаған әйел кісілер терімшілікпен айналысқан, жидектер, жемістер терген. Мына жерде де ежелгі адамдардың мойындарына таққан аңның ісінен олар мойындарына бойтұмар таққан екен. Біздің ата-бабаларымыз сақтар, ғұндар, үйсіндер болған, ең алғашқы сақтардың өнер туындылары. Олар өнер туындыларын қандай стильде жасады? Дұрыс айтасың, аң стилінде жасаған екен. Сосын зергерлікпен айналысқан екен, зергерлік бұйымдарды жасай білген. Олардың бәрінде сол аң стилінде аңның бейнесін бейнелеп жасаған екен. Ежелгі адамдар жазуды қалай жазған, неге жазған? Ол кезде дәптер парақ болған ба? Қаламсап болған ба? Енді неге жазды деп ойлайсыңдар олар жазуды? Тасқа қашап жазған екен. Біздің ежелгі адамдар енді тас ғасырында таспен аулап жеді, жан жануарларды, шапқы жасады тастан ойбай. Енді одан кейін темір дәуіріне мінекей темірден әртүрлі ат әбзелдерін жасап үйрене бастады. Көрдіңдер ме?